Ассалямалейкум. Бүгін Аллах тағаланың 99 көркем есім проектін жалғастырамыз. Тура жартысынан да асыппыз, ал 51-ші есімге келдік. 51-ші есім бізде әш-шахид есімі, қатынасушы, куәгер деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала барлық болып жатқан нәрселерді бақылап тұрушы. Сонымен қатар Аллах тағала үлкенді, кішілі барлық нәрселерді білуші. Аллах тағаланың құзырынан еш нәрсе таса болмайды. Яғни сырттағын да, іштегін де барлығын білуші әш-шахид есімі арқылы. Келесі 52-ші есім әл-хақ есімі, яғни хақ, әділ, шындық деген мағынаны білдіреді. Біріншіден, Аллах тағаланың болмысы шынайы, ешқашан өзгермейді. Оны әл-хақ есімімен бізге Аллах тағала жеткізді. Екіншіден, Аллах тағала шындықты ашып беруші, және де шындықты жақсы көреді, әділ болғанды жақсы көреді. Яғни өміріңізде бір әділетсіздік болып жатса, Аллах тағаланың осы әл-хақ деген есімімен дұға етесіз. Я хақ деп айтасыз да, сосын дұғаларыңызды айта бересіз. Осындай әділетсіздіктер болып жатыр, шындықты ашып бере көрші деп. Яғни осылай дұға етудің мысалын сіздерге көрсетті. Келесі әл-уәкил есімі. Аллах тағала сенімді, қамқоршы деген мағыналарды білдіреді. Бұл есім арқылы, яғни әл-уәкил есімінің қай кезде дұға ету қажет? Белгілі бір іс, мысалы бизнес бастайын деп атасыз, сол кезде я уәкил деп дұға етесіз. Яғни бұл нені білдіреді? Аллах тағала өзіне барлық ісін тапсырып, тәуекел еткен жерге көмектесуші, және де өзі жалбарынып құлы сұраған кезде құлының барлық істерін реттеп беруші. Сол мағынаны білдіреді. Түсінікті ғой, бұл жерде барлық істерін тапсыру деген Аллах тағала істеп береді, еш нәрсе істемеймін емес, бірінші дұға етеміз. Аллах тағала мен мынандай іс бастайын деп жатырмын, маған жәрдеміңді бер дейміз. Иншалла әл-уәкил есімімен дұға етеміз, я уәкил деп, одан кейін ісімізді жасай береміз. Аллах тағала өзі барлығын жеңілдетіп, реттеп береді. Ең бастысы сену және дұға ету, әрекет жасау. Келесі әл-қауи есімі. Күшті, қуатты дегенді білдіреді. Аллах тағаланың күш қуаты өте көп. Аллах тағала ешқашан шаршамайды, және де Аллах тағала бір нәрсе жаратқанда немесе жойып жүргенде күш қуаты кеміп кетпейді. Сол мағынаны білдіреді. Келесі 55-ші әл-мәтин есімі. Табанды, өте берік деген есім. Қазіргі қоғамдағы адамдарға өте керек есім. Яғни Аллах тағаланы осы есіммен көбірек дұға ету керек деп ойлаймын. Яғни Аллах тағала өте адамның ақыл санасы жетпейтін табандылықпен беріктіктің иесі деген мағынаны білдіреді. Және де Аллах тағала өзінің үкімдерін жүзеге асыру үшін белгілі көмек және де құралдарға мұқтаж емес. Бұны адамдар қалай қолданса болады? Мысалы, бір нәрсе бастап, тез тастап кететіндер бар ғой. Мысалы, істі бастайды, тез тастап кетеді. Бір кітапта басынан оқиды, бір-екі бетін оқиды, тастап кетеді. Осындай тұрақтылық жоқ, табандылық жоқ адамдарға Аллах тағаланың я мәтин деген есімін көп зікір етіп, осы есіммен дұға ету қажет, және де амалдарын ары қарай орындау қажет. Аллах тағала иншалла осы әл-мәтин есімінің көрінісін көрсетеді, осы есіммен дұға ететін болсақ. Осымен бүгінгі 5 есімді қайталадық. Аллах тағала өмірде жүзеге асыруды нәсіп етсін. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.